Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай әп-әдемі болып шығатын чак-чак дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, жұмыртқа, тұз және ас содасы керек болады. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне ас содасын, тұзды салып, жақсылап тұрып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді бұл массамызды аламыз да жаңағы ұнның үстіне құямыз. Сосын бірінші осылай күрекшенің көмегімен араластырып алдым. Енді біз әп-әдемі қылып қамыр илеуіміз қажет. Кейін қолымызбен жақсылап илесек болады. Содан соң үстелдің үстіне қойып илесеңіздер болады. Біздің қамырымыз өте тығыз болады. Оған ешқандай уайымдамаңыздар, өйткені чак-чактың қамыры болған соң қатты болу қажет. Міне осылай бірікпей, басында осылай тұрады, бірақ та уайымдамаңыздар, илей берсеңіздер бірігіп әдемі болып осындай қамыр шығады. Енді бұл қамырымызды жұмсару үшін целлофанға салып, 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Осылай бетін жауып қоямыз да. 1-2 сағат өткеннен кейін алып, осылай бір елеп жібереміз тағы да. Содан соң ұн қосып тұрып, жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа емес, кішкене жұқалау қылып жайып алсаңыздар болады. Міне мен қамырымды жайып алдым, осындай болды қалыңдығы. Енді осыны осылай видео тақта кесіп аламыз жақсылап. Содан соң жабыспас үшін бірінші үстіне ұн сеуіп аламыз. Ұзынша қамырларымызды үсті-үстіне қоямыз да, әдемілеп кесе бастаймыз. Негізі чак-чакты әртүрлі қылып кесе берсеңіздер болады. Мен осылай кішкентай салымкалап кесуді жөн көрдім. Өздеріңіз қалай қалайсыздар, солай кессеңіздер болады. Міне осылай барлығы бірдей болып шығады. Осылай барлығын бірге кесіп аламыз. Енді қызып тұрған майға, қатты отқа пісіріп аламыз. Пісіру барысында осылай араластырып тұрыңыздар. Кішкене сарғая бастағанда алып бастаймыз. Міне чак-чактарымыз осылай піседі біздің. Енді чак-чактарымыздың сиропын дайындаймыз. Ол үшін бізге қант, су және бал керек болады. Барлығын газға қоятын ыдысымызға саламыз. Енді осыны жай отқа қойып, бір қайнатып аламыз. 5 минуттай қайнатсақ, сол жеткілікті. Міне біздің чак-чактарымыз осылай шығады. Енді бұл чак-чакқа мен мейіз қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жаңғақ, мейіз, тағы түрлі суха фрукты қоссаңыздар болады. Сиропты аз-аздан қоса отырып, осылай араластырамыз. Жайлап араластырамыз, езіліп кетпес үшін. Міне тағы да аз-аздап қосамыз. Енді бұл чак-чактарды қалған ыдысыңызға қойып қатырсаңыздар болады. Мен осындай торттың ыдысына сыртына фольга орап тастадым да, осылай ішіне салып нығыздап, қолымызды сулап нығыздаймыз. Осылай қатырамыз. Міне осылай тоңазытқышқа да салып қойсаңыздар болады. Міне біздің чак-чагымыз осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан, астарыңыз дәмді болсын.